Алғашқы кітап осыдан бірнеше жыл бұрын пайда болған. Ол біздің қолымыздағы кітапқа ешқандай ұқсамаған. Кітап жұмсақ балшыққа үшкір затпен жазып, оны кептіріп, кейін күйдірген. Ол кірпіш сияқты болған. Бамбук деп аталатын өсімдіктен таяқшалар әзірлеп, соған да жазған екен. Ежелгі Египетте кітапты тасқа жазып, кейін жануарлардың терісінен пергамент деп аталатын материал жасалып, кітап соған да жазылған. Ежелгі заманда Мысырда, шығыс елдерінде, Түркияда, Грекияда, Римде қыш текшелерден тақта тастарға ғана сына жазумен жазатын болды. Кейін келе ежелгі Мысырда қыш текшелердің орнына қамыс қолдана бастайды. Кітап жайлы данышпандар аз айтып, аз жазбаған. Қандай да өркениетті елдің дамуында білім, ғылым, мәдениет басты орын ала отырып, кітап оқуға деген құштарлық та арта береді. Кітаптан асқан ешқандай қазына жоқ, ешқандай байлық дүние оның орнын баса алмайды.